Абай журналы 1918 жылдың 4 ақпанынан бастап қазіргі Семей қаласында жарық көрді. Бұл журнал қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың құрметіне арналған. Ағартушылық бағытты ұстанды. Тұлғаға арналған қазақтың тұңғыш журналдарының алдыңғы қатарында болды. Небәрі 12 саны жарық көрген. Редакторы Жүсіпбек Аймауытов. Бұл журналда алаш зиялыларының ағарту бағытында түрлі мақалалары жарық көрді. Алғашқы саны 900 данамен шыққан. Абай журналының алғашқы сандары шамамен 16-21 беттен тұратын. 2018 жылы Абай журналының шыққанына 300 жыл болды. Журналдың бірінші санында редактор Жүсіпбек Аймауытов журнал туралы деген бас мақаласын жариялап, журналдың атына Абай қойған. Абайды ақын ғана деуге болмайды. Әдебиетімізге де негіз салған Абай адамшылық, тәрбие, ғылым, өнеркәсіп деген сөздерді терең ойлаған. Қазақтың тұрмысын, өмірін, мінезін айқын суреттеп, кемшілігін де көрсеткен осы Абай болады. Бүгінге дейін журналдың қанша саны шыққандығы жөнінде ғалымдар арасында пікірталас орын алып келген еді. Олардың бірқатары Абай журналының 11 ғана саны шықты десе, тағы бір тарап 12 саны жарық көргендігін айтады. Бірақ осыған дейін басылымның номері 12 саны ешбір жерден табылмаған. Баспасөз тарихын зерттеуші Бейсенбай Кенжебаев қазақ баспасөзінің тарихынан атты еңбегінде Абай журналы 1918 жылдың февраль айынан сол жылы октябрь айына дейін Семей қаласында шығып тұрды. Барлығы 11 саны шықты дейді. Абай журналындағы мақалалардың барлығы бүркеншік атпен беріліп отырған. Тіпті әдеби шығармалардың өзінде де автордың шын есімі көрсетілмеген. Абай журналында қазіргі газеттердегідей жарнамада жарияланып тұрған. Журналдың номері 8 санынан бастап соңғы беттерде жас азамат және қазақ газеттеріне жазылуға үндеу, газеттің редакциясы мен жазылу бағасы жарияланыпты. Алашорда үкіметі құлаған соң Абай журналы да 1918 жылы қарашадағы соңғы 12 санынан кейін жабылып қалады. Оның жалғасы ретінде 1992 жылдан бастап жаңа Абай шыға бастайды. Журналдың жоғалып кеткен номері 12 санын тапқан PhD докторант Алтын Ақымбекова тақырып аясында зерттеу жұмыстарын журналдардың түпнұсқаларын кітапханалар мен мұрағаттардан іздеп тауып танысудан бастадым. 20 ғасыр басында жарыққа шыққан басылымдардың барлығы араб әріптерімен төте жазуда жазылғандықтан, олардың кириллицаға аударылғандарын түпнұсқаларымен салыстырдым. Зерттеу барысында 1918 жылы Семей қаласында жарық көрген Абай журналының 12 саны табылмағаны анықталды. Әрине, бұл мәселе бейжай қалдырмады. Осыған байланысты алдыма журналдың номері 12 санын табам деген мақсат қойдым. Көп ұзамай үмітім ақталды. Бүгінгі күнде журналдың соңғы номері 12 саны кирилл қарпіне аударылып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттің ректоры Ғалым Қайыр Мұхтановтың қолдауымен Қазақ университеті баспасынан басылып, оқырмандарға ұсынылып отыр, дейді. Туда, где лежал этот журнал. Смотрю, написано 12 номер. Хорошо я изучала арабский. Я так обрадовалась. Алаштың жоғалып табылған мұрасы Абай журналының номері 12 саны кітап түрінде жарық көрді. Алашорда үкіметінің 100 жылдық мерейтойына орай табылған Абай журналына да бір ғасыр толып қойды. Сондықтан да құнды дүниенің қазақ тарихы мен қазақ журналистикасын зерттеушілер үшін үлкен олжа болғаны анық. Ажар Заманғазинова, Дана ғалым, арнайы IT жаңалықтар үшін.